иықтан осылай лақтырып жатса. Қалай? Жақсы. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Өткен бағдарламада қазақтың қара жамбасын үйренген болатынбыз. Бүгін енді иықтан асыра лақтыру әдісін үйренетін боламыз Жангелді ағамызбен бірге. Кетті келесі бізбен бірге болыңыздар. Бұл жерде бірінші шынтақтан ұстаймыз, одан кейін бұрыламыз, иықтың астына кіреміз міне. Шынтақтың бұрыламыз міне. Бұны аяқты кетіп орында міне. Осы жерде көтеріп аламыз. Осылай тағы да міне қоямыз. Мысалы захват ұстаймыз міне. Ұстау әдісі дейді шынтақтан. Аяқты қоямыз, қойған кезде бұрыламыз міне. Көтеріп аламыз. Көрдің ме? Басты бұрамыз былай қарай. Осылай. Ал толыққанды әдісті бір көрсетіп жіберсең, лақтырудан бұрын кіріп үйрену керек. Енді лақтырамыз. Опа! Енді лақтырамыз. Опа! Шынтақтан ұстаймыз. Бірінші аяқты оң аяққа бұрыламыз. Бұрылған кезде көрдің ме? Қайтарамыз. Бір, екі, үш деген жылып аламыз. Көрдің ме? Осылай. Енді тастаймыз. Бір, екі, үш. Қатты су батыр. Денес қатып қалған. Жұмсақ тұрмай қалып дейсіз ба? Осыны қозу керек. Былай гимнастикалық жаттығу керек болған. Ешеңіз алып қалмады маға? Қол арып қалды ма? Жалпы құрметті көрермен, әдісті негізінен толығымен меңгермей жатып, былай шыққан кезде тексеріс өткізуге болмайды, өйткені қарсыласыңызға зақым келтіріп қоюыңыз мүмкін. Осы әдісті қандай қарсылас шабуыл жасаған кезде қолданған дұрыс негізінен? Енді ол қарсылас әртүрлі бағытта келеді ғой. Біреусі қолын жұмып келеді, біреусі тік келеді. Ол енді спортшының ойлау әдісіне байланысты. Кім қандай прием өзінің жалпы спортта жақсы көретін әдістің түрі болады да. Біреусі мысалы жаңа кедерін асыру, біреусі жамбас жасайды. Сол үшін ол спорттың жалпы менің өзім ойлау тәсіліме байланысты. Қалай прием жасасам да өзім білемін. Бірақ оны қарсыласқа білдірмей жасайсың да оны. Ол белек болса саған берілмейді ғой. Сол ұстап жүресің да, алдайсың не, қозғалтасың, көрдің ме? Ең осы жерде осылай. Жақсы, Жангелді аға енді бүгіндік бағдарламаға жеткілікті шығар деп ойлаймыз. Құрметті көрермен, хабар арнасы қосылып болсын, бізбен бірге болыңыздар. Келесі апталарда тағы да жаңа әдістерді Жангелді ағамызбен бірге үйренетін боламыз.